Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қытырлақ баклажаннан дәмді салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге баклажан, помидор, картоп крахмалы немесе кукурузный крахмал, жүгері крахмалы қажет болады. Ары қарай баклажанымыздың сыртын тазалап, үлкен төртбұрышты етіп турап шығамыз. Баклажанды турап болғаннан соң үстіне біраз қасық тұз сеуіп, су құйып 20 минутқа қойып қоямыз. Баклажанның қышқылы бөлініп, суымыздың түсі қара түске айналады. Суды төгіп тастап, баклажанды құрғатып аламыз. Одан соң баклажанымызды картоп крахмалы немесе кукуруз крахмалымен араластырып, жақсылап араластырып болғаннан соң қызып тұрған майға қызартып қуырып аламыз. Қызанағымызды төртбұрыштап турап аламыз. Одан соң біз соусты араластырамыз. Бізге ол үшін кисло-сладкий соус қажет болады. Барлығын араластырып болғаннан соң дәміне қарай тұз сепсеңіздер де болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.